Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын рулет дайындайтын боламыз. Бізге керегі 3 жұмыртқа. Бірінші венчикпен жақсылап араластырып аламыз, немесе миксер қолдансаңыз болады. Миксермен тіптен жақсы болып шығады. Одан соң үстінен қантты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды салып, бір келкі масса шыққанша тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде міне осында масса шығуы қажет. Одан соң ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, үстінен құйып шығамыз, және де барлық жеріне жеткізіп, жағып шығатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Міне пісті. Енді астына шашып қойып, үстіндегі қағазын алып тастаймыз, және де осы ыстықтай күйінде шетінен бастап қысып орайтын боламыз. 5 минутта уақытқа орап қалдырып қоямыз. 5 минут уақыт өткеннен соң арасын ашып, қалауымызша кез келген вареньені жағамыз. Менде малинаның вареньесі осылай барлық жеріне жеткізіп жағып шықтым. Одан соң тағы да шетінен бастап қысып орап аламыз. Және де бетін қалауымызша сахарный пудрамен әсемдесеңіз болады. Сонымен біздің өте дәмді, тез дайындалатын рулетіміз дайын. Ас болсын.